Қайырлы күн, құрметті домбыра үйренуші, біз үшінші сабақта бастан келіп отырмыз. Үшінші сабақ бұл 5-ші бөлімге арналады. Бұл қысқа сабақ болды, өйткені келесі сабақ бізде 6-шы бөлім, бұл өте қиын бөлімдердің бірі, сондықтан бір алдында бір көп қиналмау үшін көбірек өткен бөлімдерді көбірек қорыту үшін арнайы тек осы бөлімге тек бір сабаққа арнап отырмын. Осы жерге бұл 5-ші бөлім. Бірінші 5-ші бөлімді бір ойнап берейін. Деп кетеді. Бір ерекшелігі бұл жерде екі әдіспен алуға болады. Бірі оригинал болса айтсақ болады, екіншісі бір сәл оңайлау. Сол қолда алғанда біраз оңай болады. Қазір екеуін де көрсетемін, сосын өзіңізге қайсысы ыңғайлы өзіңіз ойнай беріңіз. Бұл жер қатып қалған бір қателігі жоқ, сіз өзіңізге үйреніп отырғаннан кейін, яғни для себя дейді ғой, өзіңіз отырғанда жақындардың арасында ойнап отыру үшін бұл оңай әдісті әдем келеді. Яғни қараңыз, 0-0 деп тұр, одан кейін 8 деп тұр. 8-дің жанында бағана өткен сабақтағы бізде тұр. Дуга тұр, музыка тілінде бұл лига деп аталады. Яғни қағыссыз дыбыс алу. Бұл 8. Мысалы қараңыз, төмен аламыз, төмен. Енді қараңыз, 8 басамыз. Қағыссыз. Жоғары, төмен, 7. Тағы да. Бұл мен баспаноқын басқаным, оңай тәсіл. Яғни неғұрлым оңай тәсіл. Ал қиын тәсілі, яғни неғұрлым оригинал деп өтейікші. Бұл не мынамен саусақпен, не мына саусақпен алу керек. Яғни сол қалады, басамыз. Көріңіздер ғой. Не былай? Оңай. Немесе мынау. Немесе мына саусақпен. Бұны ерекшелігі, мысалы сіз былай алсаңыз, мұнда дыбысты әдемі қылып шығаруға болады. Бұл неғылып профессионально алуға болады. Дыбыс вибрация деп өтеді музыка тілінде. Көрдіңіздер ғой. Бірақ мен сіздерге берер кеңесім былай ала беріңіздер. Сіздер енді ғана үйреншісіздер, қиын күйлерді өсіп ала беріңіздер. Тағы бір айтам, төмен басамыз міндетті түрде деп болмау керек. Төмен басамыз, одан кейін ойнаймыз. Яғни 1, 2, 3 деген сияқты болу керек. Келесі сөйлем тура осы принцип, тек 10 үсті. 2 рет көрдіңіздер ғой, ана жерде 2 деп тұр. Не болмаса мына жерде бағасыздар. Не болмаса мына саусақпен. Өзіңіз біліңіздер. Одан кейін қайттан біріншісін қайталаймыз. 8, 7. Енді 7, 7. Деп аласыздар, тағы бір ойнап беремін. Оңай тәсілмен ойнайын. Мынау бұл міндетті түрде қағыссыз дыбыс салу осылай шығу керек. Ең соңғысы 7, өзіміздің таныс. Енді қараңыз, үтір бізде үстіңгі шекте тұр. Үстіңгі 7-де тұр, бұл астық аламыз. Үстіге
алып жіберсеңіздер болады. Бұл қатып қалған бір принципі жоқ нәрселер. Бірақ астан алсаңыз біраз әдемірек естіледі. Тағы да. Деп кіріспе аяқтайсыз. Яғни 5-ші бөлім осымен бітіреді. Әрқайсысы 2 реттен ойнаймыз. Тек соңғысында ғана 1 реттен ойнаймыз. Сонда былай болады. Құрметті домбыра үйренуші, мен сіздерге әрдайым айтып, әр бөлімнің арасында біз осымен 5 бөлім үйрендік. 5 бөлімнен әр қайсында арасында, яғни барлығында кіріспе 2 реттен орындалады. Соны ұмытпаңыздар. Және де бір айта кететін бір жағдай бар. Өткен сабақтарда әдейі айтқан жоқпын сіздерге көп информация бермес үшін. Мына көн толқынын негізі осындай екі шекте шыққан басында бұрындары. Сосын соңғы кездері өз автор Секен Тұрысбек бір шекпен ғана орындап жүр мысалы. Бұл өте қиын әдіс. Осын домбыраны бір 5-10 жылда үйрену керек. Ал бірақ осы екі шекпенде үйренсеңіздер көн толқын әдемі шығады. Сондықтан егерде автордың өзінің видеосын көрсеңіздер, ол тек бір шекпен ойнайды. Бірақ тағы айтамын, сіздерге осы артығымен жетеді. Осыны үйреніп алсаңыздар, өте жақсы бір тартуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Осымен осы қысқа сабағымыз аяқталды. Жақсылап тұрып үйреніңіздер. Келесі сабақта 6-ші бөлім бастаймыз. Бұл ең қиын бөлім. Жақсы.